Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен бүгін ромашка салатының рецептісімен бөліспекшімін. Бізге алдымен қажетті заттар: 3 үлкен картошка, 2 сәбіз, 3 жұмыртқа, азғантай ет, тұздалған қияр, консервідегі жүгері қажет болады. Енді заттарымыздың барлығын суда пісіріп аламыз. Піскен заттарды үккіштің үлкен жағымен шығарып аламыз. Жұмыртқаның сарысын бір шетке алып қоямыз. Бетін сәндеу үшін қажет болады. Етімізді майдалап турап аламыз. Салатымызды енді тарелкаға жинаймыз. Тарелканы алдымен азғантай майонез түсіреміз. Оның үстіне суда піскен картошканы әдемілеп жайып, салып шығамыз. Картошкамызды әдемілеп жайып, салып алғаннан кейін оның үстіне азғантай майонезді жағамыз. Оның үстінен тұздалған қиярымызды салып шығамыз. Картошка сияқты жайып, салып шығамыз оны да. Тұздалған қиярды жайып, салып шыққаннан кейін, оның үстінен тағы да майонезді жағамыз. Майонезді жағып болғаннан кейін, оның үстіне етті саламыз. Етімізді салып алғаннан кейін, майонез жағып, сәбізді, жүгеріні салып, оның үстіне жұмыртқаның ағын саламыз. Барлығын солай жалғастырып кетесіздер. Мен бұл жерде қалғанын көрсетпедім, уақытты үнемдегенім үшін. Бұл салатты жаңа жылдық, басқа да мерекелік дастархандарға жасасаңыздар болады. Ерекше сән беріп тұрады дастарханыңызға. Енді ақ жұмыртқамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын үккіштің майда жағымен өткізіп, майдалап жайып шығамыз. Әдемілеп жайып салып шығамыз. Мен шетін әдемілеп сәндеу үшін пачкедегі чипсилерді шеттеріне қойып шықтым. Ортасына жұмыртқаның сарысын салып болғаннан кейін майонезбен сетке етіп сызып шығасыздар. Оның үстіне сән беріп тұру үшін жүгеріні салып шығамыз. Азғантай жүгерілерден салып шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, видеомды соңына дейін көріп кетіңіздер. Шетіне салатқа чипсінің қойып шықтым. Бұл салат ромашка салаты. Істеп көріңіздер, сіздерге ұнау сөзсіз ас болсын.